Баршаңызға қайырлы күн көрермендер, сіздермен Гүлнұр. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ауызашарға арнайы жасалған дәл осындай кереметтей салаттың толықтай құрамымен бөлісетін боламын. Бұл салаттың жасалуы өте оңай, яғни ағзамызға өте жеңіл әрі тез сіңімді салат ретінде тұтынсақ болады. Рецепт түсінікті болу үшін арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге ең алдымен консервідегі қозы құйрық, көкбұршақ, помидор, чеснок, піскен ет, болгар бұрышы, соя тұздығы және де маринадталған қияр қажет. Ең алдымен піскен етімізді осылай ірілеп турап аламыз. Салатымыздың құрамы бойынша болгар бұрышына, яғни кез келген түсін қолдансаңыздар болады. Мен осылай сары болгар бұрышын ірі көлемде 4 бұрышты формаға келтіріп, оны да турап алдым. Помидорымыздың да керек емес артық жерлерін алып тастап, майдаламай осылай ірі көлемде 2-ге бөліп аласыздар. Қозы құйрықты да теңдей 4-ге бөліп, ірі күйінде салатымызға пайдаланамыз. Сонымен қатар салатымыздың құрамы бойынша тұздалған қиярымызды да осылай 2-ге бөліп қоссаңыздар жарай береді. Салатымызға ерекше дәм беру үшін чеснок пен көкшөптерімізді, яғни петрушка мен укропты өте майда етіп турап аламыз. Ендігі кезекте бос ыдысымызға турап алған помидорымызды, қиярымызды, оның үстінен болгар бұрышын және де қозы құйрығымызды, піскен етімізді, көкбұршағымызды, оның үстінен чеснок пен майдалап турап алған көкшөптерімізді салып, қалауыңызша соя тұздығын пайдалансаңыздар өте керемет дәм береді. Шамалы шымшым тұзымызбен 1 ас қасық паприкамызды салып, үстінен қызып тұрған майымызды осылай айналдыра отырып құйып аламыз. Және де осылай қасығымыздың көмегімен жақсылап араластырып алып, ұнаған ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынсақ болады. Міне, небәрі 10 минутта дәл осындай өте жеңіл салат түрін жасап шықтық. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып, пікірлеріңізбен де бөлісе отырыңыздар. Рецепт ұнаса, жақындарыңызбен де бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Дәл осы салаттың толық құрамын төменде описание бөлімінде толықтай жазып қалдырамын. Дәл сол жерге кіріп, көлемін арттырып, сіздерде кешкілік ауызашарға жасап көрсеңіздер, міндетті түрде 100% ұнайды деген ойдамын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі рецептте жолыққанша аман сау болыңыздар. Ал бізге ас болсын.